$160 түсу керек болған балаларға. Бірақ енді соңғы дерек пен дәйек бойынша $100 5-тен түсіп отыр, Кейбір мемлекетте бұндай жоқ. Бұндайға жете алмайтын да мүмкіндік бар. Үлкен табыс табамын деп, біраз қаражатты жоғалғанға кім жауап береді? Жақсы қуанышпен қабылдап жатса, тағы біреулері оған күлкімен қарап, немесе басқа да бір теріс ойларын білдіріп жатыр. Инфляциядан аман сақтап қалудың амалы емес қой. Енді бір жағы ол да бол деп айту, ол да болады. Бірінші төлемдер бүгін ертең түсу керек. Таңдаған мақсатқа қолдануына болады да бұл жерде. Жалпы осы ұлттық қордан берілетін бағдарлама нағыз ұлттық сипатқа ие бола алып отыр ма қазір? Аңсарыңыз ақиқат шарқырып іздегеніңіз шындық па? Демек жолымыз бір. Ендеше жолы бірмен жөн сұрас отырайық. Сіздер көз сүзіп отырған Айқын YouTube арнасы, оның жүргізушісімен Қайнар Жұмағожа. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Достар, біздің YouTube канал өткір сұрақтарға жүйелі жауаптар һәм салмақты сараптамаға толы. Ендеше көп сөйлеп созбайық, әдептен озбайық. Күн тәртібінде ұлттық қор балаларға бағдарламасын қозғайық. Ел ішінде сан сауал бар. Осынау сауалдарды жиып теріп, бүгінгі күні біз арнайы қонақ шақырып отырмыз. Ол осы аталмыш бағдарламаның операторы, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының басқарушы директоры Мұрат Шәріпов ағамыз келіп отыр. Ағасы, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай, жақсы ма? Бәрі жақсы. Енді қазір осы бағдарлама іске асқалы бері сіздерге де тыным жоқ шығар. Өздеріңізге белгілі, президентіміздің тапсырмасы бойынша осы ұлттық қор балаларға жобасы жарияланған болатын. Өткен жылы толық дайындау жұмыстары өткізілді. Тек қана бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры емес, бүкіл мемлекеттік органдармен, басқа да компаниялармен қарым-қатынас орнатып, осы қызметті дайындап шықтық. Енді белгіленген уақытта іске қосылды. 1 ақпаннан бастап жаңағы осы аталған жоба бойынша балаларға есептеліп, көптеген қазіргі азаматтарымыз өздерінің балаларына есептелген түскен ақшаны көріп жатыр. Бұл енді өскелең ұрпаққа болашағын жоспарлау үшін болашақ капиталы деп айтуға болады. Енді бұндай бірінші рет енгізіліп жатқан бастама, біздің кезімізде ондай болған жоқ. Сол үшін осы қаражатты жинап, болашақта біздің мына жас ұрпақ білім алуына, тұрғын үй жағдайына жақсартуға бір септігін тигізеді, көмегін тигізеді деген ойдамын. Жақсы. Енді бұл бағдарлама өзіңіз айттыңыз, 1 қаңтардан басталды, бірақ 1 ақпаннан бастап алғашқы ақшалары түсті. Ресми мәлімет бойынша 6.919.131 балаға қаражат түсті. Енді бастапқы берілген бейресми мәліметтерде $160 түсу керек болған балаларға. Бірақ енді соңғы дерек пен дәйек бойынша $100 5-тен түсіп отыр. Осы жерде бір айырмашылық бар да, бұл неге қаражат ақша аз түсті? Әрине, өзіңіз секілді бірқатар мемлекеттік органда қызмет ететін азаматтардың бұған берген түсініктемесі бар. Бала саны көбейіп кетті, басқа деген секілді. Бұған сіз қалай түсініктеме бересіз? Енді біріншіден бұл сұрақ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының құдіретіне кірмейді. Бұның бізге белгіленген қызметтеріміз бар, соны атқарып жатырмыз. Енді қаржы саласының, қаржы министрлігінің мамандарының айтуынша, бұл жоба басталарда, енді статистика бойынша да, сол кездегі болған ақпарат бойынша жаңа жоспарланып есептелген. Сол енді мөлшері солай болған. Ал кейіннен оны пысықтаған кезде қосымша жаңағы өзгерістер енгізілген болатын. Өйткені ұлттық қорға мысалы тереңірек қараған кезде кейбір жылдары инвестициялық табысы аз болған. Сондықтан бұны орташаландыру үшін осындай талқылау кезінде өзгерістер енгізіліп, жаңа механизм енгізілген, орташаландыру деген. Ол дегеніміз мына егерде алдымызда болашақта бір жылдары инвестициялық табысымыз халықаралық нарыққа байланысты бір кедергілерге ұшыраған кезде
аз болып қалса, ол 18 жылдың инвестициялық табысына орташаландырып отырады. Сонда біздің балаларымыз жаңағы ұлттық қордан берілетін төлемнен шек қалмайды, немесе ол күрт түсіп төмендеп кетпейді, сол орташаланып отырады. Соны түсіне білуіміз керек. Бұл дегеніміз мысалы бір жылы 2% болса, бір жылы 1% болса, егер оны қосып орташаландырған кезде ол 1/3, 1/5 болып тұру мүмкін. 18 жылдық қорытындысы бойынша орташаландырып отырады. Түскен табыстың 50%-ы ол кей жылдары бағана өзіңіз айттыңыз ғой, төмендеген жағдайда. Демек, балаларға түсетін салым да төмендейді ғой. Сонда ол төмендеуі мүмкін, бірақ күрт төмендемейді. Ол орташа есеппен айта аламыз ба? Жоқ, оны қазір орташа есеппен айтуға болмайды. Өйткені бұл ақпарат жылдың қорытындысы бойынша шығарылады. Содан кейін ол бізге бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына ұлттық банктен осы ақпарат түседі. Содан кейін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мемлекеттік базадан балалардың санын реттейді. Бұл жерде жыл сайын, демек, ай сайын өзгерістер болып тұрады. Өйткені біреулер келіп жатады, дүниеге келіп жатқан балалар бар. Соның бәрін есебін біз шығаруымыз керек. Сол үшін бұл жобаны бірінші ақпаннан бастап отырғанымызда сондықтан. Өйткені 31 желтоқсанның соңына шейін дүниеге келген балалар құжаттарын түзеп үлгеру керек. Содан кейін 15-нен кейін 15 қаңтардан бастап біз сол есептерді жүргіземіз. Сол үшін бірінші ақпанға шейін соны дайындап шығу үшін мүмкіндік беріліп отыр. Ал енді бұлай көпшілікке белгісіз, бірақ мемлекет бойынша көптеген өзгерістер күнде өтіп жатыр. Дүниеге келіп жатқан адамдар бар, дүниеден кетіп жатқан адамдар бар, шетелге шығып азаматтығын ауыстырып жатқан сондай құбылыстар болып тұрады, өзгерістер болып тұрады. Ұлттық қорға түсетін табыс мәселесіне өзіңіздің жеке бір азаматтық пікіріңізді білдіріңізші. Бұл яғни жеке сектордан немесе мұнайдан ғана келетін табыс есептеп отыр ма, әлде басқа да табыстар кіре ма бұған? Ұлттық қорға түсетін инвестициялық табыстарға? Бұл енді ұлттық қордың мамандарының түсіндіруі бойынша бұл жаңағы заңмен белгілеген сондай төлемдер бар. Жер асты байлықтарынан өтелетін бір белгіленген төлемдер бар. Сол төлемдер ақш долларында жиналады, олар халықаралық нарықта инвестицияланады. Мемлекет басшысының белгіленген стратегиясы бар. Инвестициялық декларация деген болады. Ол жерде қандай құралдарға инвестициялауға болады, қандайға болмайды, соның бәрі көрсетіліп, белгілеп, жаңағы кеңес шешім қабылдайды. Сол көрсетілген белгіленген құралдармен ол ұлттық қорының ақшасы жұмыс істеп ақша табады. Сол инвестициялық табыс болып есептеледі. Ол енді жаңағы 50%-ын балаларға бергенмен, қалған 50% сол ұлттық қордың үстіне қосылып, ол жылдан жылға толтырылып отырады. Өздеріңізге белгілі президент тапсырма берді. Жақын арада ұлттық қорды 100 миллиард долларға шейін жеткізу қарастырылып жатыр деген ақпарат бар. Қазір енді оның көлемі 60 миллиардқа жетпейді. 60 миллиардтың маңайында, енді ол туралы толығырақ ұлттық банктың мамандары болашақта сіздерге сұхбат береді деген ойдамын. Ұлттық қорды толтыру мәселесі әрине бұл қоғамның ішінде өте бір өзекті тақырып. Осы төңірегде белгілі экономист Мақсат Халықтың былай дегені бар екен аға. Ұлттық қордың инвестициялық кірістілігі жылына орташа есеппен алғанда шамамен 2% ғана депті. Ал кіріс 6-7% болса, жылына жоқ дегенде $500 дейін өсер еді деген екен. Жалпы сіздіңше бұл мүмкін жағдай ма? Нарықтың өзінің ережелері бар, жолдары бар. Сол үшін ол 2% десе, ол жаңағы доллармен айтылып отыр ма, жоқ басқа валютада айтылып отыр ма, белгісіз. Ол мысалы халықаралық нарықты қарасақ, ол жерде жаңағы табыс 0,5%, 1%, 1,5%-ның маңайында. Сондықтан 2% деген, егер ол
ақш долларында болса, ол жақсы табыс деп санау керек. Содан кейін ол қаржы құралдарының табыстылығы жоғары болса, ол тәуекел болып саналады. Тәуекел де көп. Өйткені қалай сен табыс табасың, солай жоғалтып алуың да мүмкін. Ал оның үлкен табыс табамын деп біраз қаражатты жоғалғанға кім жауап береді? Сондықтан бұл жаңа айтылғандай шешім бір адаммен қабылданбайды, бір органмен қабылданбайды. Сол үшін бұған да енді азаматтарымыз түсінушілікпен қарайды деген ойдамын. Өйткені әр нәрсе қазір осы мына ұлттық қорды балаларға бердік, ақшаны бөліп санап жатырмыз. Бұл енді бір маңызды, оңай емес шешім президенттің қабылдаған. Соның өзін халықтың арасында енді көбі жақсы қуанышпен қабылдап жатса, тағы біреулері оған күлкімен қарап, немесе басқа да бір теріс ойларын білдіріп жатыр. Бұған енді кейбір мемлекетте бұндай жоқ, бұндайға жете алмайтын да мүмкіндік бар. Сол үшін бұндай әңгімеге менің ойым, мысалы өздеріңіздің естеріңізде болса, 1990 жылдың аяғында жаңағы стратегиялық жоспар қабылданды 2030 деген. Сол кезде көптеген азаматтар айтқан 230 жылға шейін кім бар, кім жоқ. 2000 жылы топан су басады екен, тағы бірдеңе болады екен, ай деген, би деген әңгіме болған. Ал қазір міне келді ғой 2030 жыл. Ал егер сол құжат қабылданбай, сол бағыт бойынша біздің мемлекеттік қызметкерлер, немесе мемлекеттік органдар, басқа да мекемелер қызмет атқармаған кезде жағдай қалай болатын еді? Соны түсіне білуіміз керек. Екіншіден, өздеріңізге белгілі 2021 жылдан бастап зейнетақы қорында жиналған ақшаны қолдануға мүмкіндік береміз деді. Ол кезде де халықтың бір бөлігі өзінің теріс пікірін айта бастады. Ақша жоқ ол жерде, бәрін жеп қойған, анда ұстап қойған, мында ұстап қойған деген. Ал енді кейіннен оны айтып жүргендер кім болып шықты? Ол кісілердің өздері, менің ойымша, жаңағы не толық ақша жинамаған, не жаңағы төлем атқармаған, сол әңгімеге еріп теріс оймен жүрген азаматтар болып шықты деп ойлаймын. Өйткені миллионнан астам азамат осы жинақталған ақшасын қолданып, біреу несиесін жапты, біреу жаңағы тұрғын үй жағдайын жақсартты. Сондықтан бұндай жағдайлар көп өмірде. Сол үшін енді бұны да бір осы енгізіліп жатқан жобаны менің ойымша бір оптимистік көзқараспен қабылдау керек деген ойдамын. Жақсы, ал енді аударылған қаражаттар неге доллар есебінде? Өйткені ұлттық қордың қаражаты ақш долларында есептеледі. Сондықтан бұл ақша ыңғайына қарай доллармен есептеліп отыр. Бірақ бұны қолданған кезде әрине шетелге аударғысы келетін адам ары қарай жаңа сол доллармен аударуға мүмкіндігі бар, жаңағы шетелде білім алатын балаларымызды. Ал егер Қазақстанның ішінде қолданатын болса, онда әрине теңгеге аударылады. Бұл жаңағы есеп есеп қисап деп айтуымызға болады, отчеты бар, есебі бар, соның бәріне ыңғайлы болғандықтан осылай түсу ақш долларында қалай болды, солай есеп жүргізіле береді. Өйткені тағы да бір маңыздысы, мысалы 18 жасқа толмаған балалардың есептелген ақшасы сол беті ұлттық қорда қала береді. Ол ары қарай инвестицияланып, жыл сайын соның үстіне инвестициялық табыс түсіп отырады. Оны да біліп отырмыз керек, инвестициялық кіріс есептеліп отырады. Оны да біз түсінуіміз керек, сол мына есептелген, биыл есептелген $100.52 болса, ол келесі жылы тағы да біразға өсіп отырады. Келесі жыл түскен ақша тағы да қосылып есептеліп отырады. Соны түсіне білуіміз керек. Ол ақша бүкіл ұлттық қордан шығып кетпейді. Ұлттық қордан тек қана 18 жасқа толған балалардың ақшасы ғана келіп, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына түседі. Енді бұл инфляциядан аман сақтап қалудың амалы емес қой?
Енді бір жағы ол да бол деп айту, ол да болады. Бір жағы ол да болады. Мүмкін соның бәрін ыңғайластырып қарастырған кезде осы ары бері оны ауыстыра бергенде де ұтымды болмайды ол. Өйткені мысалы қазір біздің ережелер бойынша осы 18 жасқа толған балалардың ақшасы доллармен келіп бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына түседі. Ол теңгеге аударылмайды, ол инвестицияланбайды. Ол сол доллармен түсті ма, сол долларда тұрады. Қай күні бала қолданам деп, жаңа бала дейміз енді ол уже жаңағы азамат болады ғой, кәмелеттік жасқа келгеннен кейін. Қашан сол шотқа түскен ақшаның иесі деп айтайықшы, қолданғысы келеді, сол күні қолдануға мүмкіндік болады. Ал егер біз оны қазір теңгеге аударып қойсақ, ол кісі бір жылдан кейін келе ма, бір күннен кейін келе ма, бір айдан кейін келе ма, біз сол ақшаны қайтадан долларға аударған кезде, ол жерде жаңағы не көбейеді, не азаяды. Сол үшін біздің арамызда ашық, анық жауапкершілік болу керек. Ал балаларға арналған ұлттық қорда сақталатын ақшаның сыйақысы қалай есептеледі? Оны енді сол ұлттық қормен басқаратын ұлттық банк сол жақтың мамандары есептеп, бізге тек анық соманы ғана көрсетіп отыратын болады. Енді өзіңіз де білесіз, депутаттар арасында да қоғам ішінде де мына қаражатты шетелдік оқу орнында білім алуға, пайдалануға шектеу яки шектемеу мәселесі қызу талқыланған еді. Соның тоғы тірі не болды? Оны шетелде білім алуға қолдануына мүмкіндік бар. Өйткені қазіргі күнде көптеген біздің сала бойынша гранттар мемлекеттік бөлініп жатыр, көптеген балалар жаңағы сол грантты ұтып алып, сол жерде оқып жатыр. Ал болашақта егер магистратурада жалғастырамыз десе, онда осы ақшаны шетелдік білім беру мекемелеріне қолдануға болады. Бірақ Қазақстанның азаматы болу керек. Қазақстанның азаматы болу бұл өте маңызды. Сондықтан тек қана бұл ақша қазақстандық азаматтығы бар балаларға есептеледі, және Қазақстанның азаматтығы бар азамат ала алады. Қуантарлығы ата-аналарды әуре сарсаңға салмай, ЖСН номерлері арқылы балалардың сіздер есеп шоттарын аштыңыздар және алғашқы салым түсті. Ендігі сұрақ, ертеңгі күні қаражатты алу да соншалықты оңай бола ма? Әр мекеменің қазіргі күнден цифрландыру дамыды, сондықтан ары бері азаматтарымызға жүгіруге себеп жоқ. Бүкіл ақпарат жаңағы базада бар, мемлекеттік базада. Сондықтан мүмкіншілік болғанша ыңғайлы сервис қызметін енгіздік. Енді оның алуында да ешқандай қиыншылық жоқ. Бүгінгі күнде 30-дан астам өтініш келіп түсті. Енді 18 жасқа толған балалардан, оның көбінесе тұрғын үй жағдайын жақсартуға, отбасы арқылы түсіп отыр, және білім ақшасын төлеуге де өтініштер түсіп жатыр. Ол 5 күннің ішінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында қарастырылады. Сондықтан осы енді бірінші төлемдер бүгін ертең түсу керек балалардың шотына деп айтып отыр. Жалпы енді биыл еліміз бойынша қанша жасөспірім 18 жасқа толып салымдарын алады? Сол жаңағы өзіңіз айтқан 6.919.131 адамның 304.815 бала 18 жасқа келеді. Биыл келеді. Оның ішінде келгендері бар, бірақ бәрі биыл 18-ге келетін балалардың тізімін біз ұлттық банкке береміз. Ұлттық банк бізге сол балалардың ақшасын аударып береді. Ол ақша қорда түсті, дайын. Қалай бала 18 жасқа толады, мысалы біреу ақпанда болса, біреу мамырда, сол мамыр айында өзінің өтінішін жіберіп, сол ақшаны қолданып. Енді мына бақылау мәселесіне келейікші аға. Яки ертеңгі күні бала 18 жасқа толды, мысалға міне 300 мыңнан аса адам алады деп отырсыз ғой. 18 жасқа толды балаларымыз, оған жеке екінші деңгейлі банктерден есеп шот ашылады. Дұрыс қой. Сіздер соған аударылады ақша. Одан кейін барып ол екінші деңгейлі банк арқылы бағанағы оқу орнына жіберу керек. Егер ол басқа жаққа жіберілген жағдайда жіберіле қоймайды деген ойдамыз. Өйткені
сол банкі оператор дейміз ғой. Ол белгілі осы жобаға қатысатын банк болып белгіледі. Бүгінгі күнде ол отбасы банк қана келісім шарт жасалды. Басқа банкілерге ұсыныс жіберілді, қазір қарастырылып жатыр. Сонда ол ары қарай жіберердің алдында жаңағы банк құжаттарды тексереді ғой. Бұл оқу орны ма, оқу орны емес па, тұрғын үй жағдайын жақсарту бойынша қабылданып жатыр ма шешім жоқ па, оны жаңағы екінші деңгейлі банк қадағалап отырады. Ол және еліміздегі қаржы нарығын реттейтін агенттігіміз бар. Сол агенттік бүкіл осы операцияның бәрін тексеруге бөлек құқық берілді. Жинақталған қаражатты алу кезінде салық салына ма? Жоқ, бұл төлемдерден ешқандай салық ұсталмайды. Ал қаражатты алудың шарттары, бағанағы айттыңыз, одан басқа шарттары бар ма, әлде тек сол екеуін орындаса? Екі бағыт қана, осы екі бағытқа ғана қолдануға болады. Ал қаражатты мерзімнен бұрын алу мүмкіндігі бар ма? Ол да мүмкін емес. Енді жаман айтпай жақсы жоқ дейді ғой. Егер бала қайтыс болған жағдайда, ол ақшаны жаңағы мұрагерлері алуға құқығы бар. Заңмен белгіленген тәртіп бойынша мұрагерлік белгіленгеннен кейін ол кісілер жаңағы өтініш беріп, бұл ақшаны алып өздері таңдаған мақсатқа қолдануына болады да. Бұл жерде енді білім алу, тұрғын үйін жақсартып деп оны айта алмайды. Таңдаған мақсатта? Ол кезде өздері керекті жағына қолданады енді мұрагерлері. Бұл енді сондай жағдай белгілі болғаннан кейін. Ал егер енді міне азаматтығын өзгертіп шетелге шығып жатқан балалар бар, ол балалардың ақшасы Қазақстанда қалады және болашақта басқа балалардың арасында ол қалған ақша бөлінеді. Егер де жаңа бала 18 жасқа толмай, тіпті толғаннан кейін де шетелге шығып кететін болса, ол ақша қазақстандық азаматтығы бар балалардың арасында бөлінеді. Шетелге шыққанда шетел азаматтығын алған жағдайда ғана? Азаматтығын алғанда, иә. Ал бірақ енді 1 жыл, 2 жыл тұрып, немесе оқып келген ол Қазақстанның азаматтығы болса, әрине ол азамат ол ақшамен қолдануына құқылы. Бала 18 жасқа толған кезде тек қана сол баланың өзі ғана барып жеке куәлігімен қаражатты ала ма, әлде оның ата-анасы немесе заңды асыраушысы ала ала ма? Қазір оның бәрі жаңа цифрландырды дедік қой, азаматтардың жаңа электрондық қолтаңбасы арқылы өтініш береді, сол арқылы қолданады, өзінің құқығы бойынша өзі ғана қолданады. Жаңа бала кәмелет жасына толды ғой, сондықтан ол өзі қолданып, өзі өтініш береді. Жақсы. Енді мынандай жағдайлар болады қоғам ішінде. Бала 18 жасқа толды, мемлекеттік грантқа оқуға түсті, жеке басында баспанасы бар. Бұл азаматтардың бағанағы есеп шотындағы қаражатты қайтеді. Енді бір оқумен шектеліп жатқан жоқ қой қазіргі заманда. Сондықтан болашақта азаматтарымыз бірнеше мамандық алады, немесе ары қарай магистратура оқиды деген ойдамыз. Егер де тіпті ондай болмаған жағдайда бұл ақша 10 жылдың ішінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында сақталады, доллар. Мен қашан мүмкін керек болып қалады деп. Егер де 10 жылдан асқан жағдайда ол ақша теңгеге ауыстырып, жаңағы сол азаматтың зейнетақы шотына аударылады, ары қарай инвестицияланып, содан кейін жаңағы зейнеткерлік жасына келгенде немесе басқа да заңмен көрсетілген мүмкіндіктер бойынша, сол талаптар бойынша берілетін болады. Бұл сұрақты қойып жатқан маған мысалға енді жақсы ол грантқа оқуға түсіп, баспанасы болсын, бірнеше жанында бауырлары болуы мүмкін. Бауырларына сыйлық ретінде бере ала ма? Ондай мүмкіндік көрсетілмеген, әр адамның өзінің несін қазіргі ереже бойынша. Енді болашақта қалай болады, ол белгісіз, бірақ оның бәрі қарастырылып, тек қана сол әр азаматтың өзінің ұлттық қордан бөлген қаражаты ары қарай басқа да мүмкіндіктермен көмектесуге болады ғой, тек осы қаражатпен емес. 18 жасқа толмаған балаларымыз енді Құдай бетін аулақ қылсын, қылмыс жасаған жағдайда олардың қаражаты ала беруге мүмкіндігі бар ма, әлде оған шектеу қойыла ма? Енді ондай шектеу жоқ қазіргі ереже бойынша. Әр мемлекеттің өзінің бір
қағидалары бар, өздерінің жаңағы жобалары бар ғой. Сондықтан бұл жоба Қазақстан мемлекетінде бірінші рет енгізіліп отыр. Енді болашақ түзетулер болуы мүмкін, енді халықаралық тәжірибені қарастырып, мүмкін қандай жағдайлар болады, соның бәрін өзгерістер енгізілуі мүмкін деп соған жауапты қызметкерлер айтып атқан әңгімелер сондай бар. Әлеуметтік желі қазір бұл тақырыпты қызу талқылап жатыр аға. Соның бірінде мынандай бір сұрақ қойылған екен. егов порталындағы жеке кабинетімде бала туралы деректер көрсетілмеген. Қайтемін дейді, қайда жүгінемін дейді. Бұл жерде енді жаңағы жеке сәйкестендіру нөмірі дұрыс болмауы мүмкін, немесе куәлік алынбауы мүмкін. Сол кезде мына халыққа қызмет атқару орталықтарына жүгіну керек. Сол жерден түсініктеме алып, ол жерден жаңа өтініш беріп, құжаттарды түзеу керек болады. Қалай құжаттар түзеліп, мемлекеттік базаға енген кезде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры осы баланы тізімге енгізіп, 2025 жылы мына түзетілген құжат арқылы бірінші 2000 өткен жылдың жаңағы салып төлемдерін есептеп, оның үстіне келесі жылдықын қосып есептеп беретін болады. Алаңдайтын ештеңке жоқ. Енді бала туылғаннан 18 жасқа толғанға дейін әлеуметтік желілердің енді ақтарып шықсақ, орташа есеппен $3-3,5 мың қаражат түседі екен аға. Бір балаға 18 жасқа толғанға дейін туғаннан бастап. Енді бұл қазіргі нарық заманда қарасаңыз 2 миллион теңгеге де жетпейді. Бұл енді қалай ойлайсыз? Енді сізде бір отбасының отағасысыз, бәріміз бір отбасын асырап отырмыз. Бұл баланың қай арманын орындауға жетеді? Енді 18 жылдан кейін қандай жағдай болатынын ешкім біле бермейді деп ойлаймын. Бірақ бұл деген, жаңа басында айтып кеттім ғой, өскелең ұрпаққа деген қолдау бұл сомамен шектеліп қалады деген ой жоқ менде. Сондықтан болашақта еліміз дамып, балаларға бұдан да үлкен қаражат түссе деген ойдамын. Мен де әке ретінде, ата-ана ретінде соған күш салып, бәріміз жұмыс жасауымыз керек деген ойдамын. Бұл жерде тағы бір айта кететін маңызды жағдай, бұл бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры өзінің атқарып атқан қызметіне еш төлем алмайды, ешқандай ақша төлеудің қажеті жоқ. Соны біздің көрермендеріміз, азаматтарымыз білсін, білмеген адамдарға айта жүрген жөн. Бағанағы әр балаға енді есепшоттар ашылды ғой, қазір ұлттық қордан қаражат түсіру мақсатында. Сол есепшоттарды ата-аналары өзінің әл-ауқатынша толтырып отыру мүмкіндігі қарастырылған ба? Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы ашылған шоттарды толтыруға мүмкіндік жоқ. Өйткені ол тек қана ұлттық қордан түскен қаражатты ашық, анық есебін жүргізу үшін ашылған. Бізде елімізде басқа да тұрғын үй жағдайын жақсарту, білім алу салалары бойынша көптеген мүмкіндіктер бар. Сол мүмкіндікпен қолданып, қосымша жаңағы ақша жинасам, немесе тағы да бір көмек атқарсам деген мүмкіндіктері бар азаматтар сол өнімдермен қолдануларына болады. Сіздің өзіңіздің жеке пікіріңіз, жалпы осы ұлттық қордан берілетін бағдарлама нағыз ұлттық сипатқа ие бола алып отыр ма қазір? Менің ойымша ие болып отыр. Менің ойымша көп адамдар қуанышпен қарсы алды деген ойдамын. Өйткені қуанған адамдар енді көбінесе ол кісілер өздерінің ойларын әлеуметтік желіге кіріп жаза бермейді. Осыған ризамыз, президентімізге рахмет, өкіметке рахмет деп жатқан азаматтарымыз бар. Бұл енді бастама деп түсіну керек. Сондықтан шын айтсам, мен өзім де қуандым. Бұл әр балаға уақытылы көрсетіп отырса, бала да жаңағы жақсы білім алып, өзін болашаққа дайындауға деген бір мақсат қоюға мүмкіндік береді деген ойдамын. Балалар 18 жасқа толып кеткен, немесе балалары жоқ біздің Қазақстанның азаматтары ұлттық қордың игілігін қалай көреді?
осы ұлттық қордың ақшасын, үкіметтің жаңағы бюджеттің ақшасын қолданып мектептер салынып жатыр, неше түрлі жобалар енгізіліп жатыр. Мысалы тұрғын үй жағдайын жақсартамын деген адамдарға мысалы мемлекеттік сыйақы беріліп жатыр. Соның бәрі осы мемлекеттің қаражаты деп түсінуіміз керек. Сол арқылы кейбір азаматтар мысалы жұмыссыздық бойынша пособие алса да, оның бәрі осы мемлекеттің ақшасы ғой. Сол үшін бұл халық, елдің осы мемлекеттің байлығын қолданған бір мүмкіндік болған шығар. Жаңағы грантпен білім алған балалар неге қолдана алмады? Қолданды. Сол грант арқылы қолданды деп ойлануға болады. Мектептер салынып жатыр, балабақшалар салынып жатыр. Енді бұл тұрғыда әрқайсымыздың өзіміздің жеке салығымыз бар, беріліп жатқан, жеке кәсіпкерлердің түсіп жатқан салықтар бар. Оның барлығы да мысалға ертеңгі күні өзімізге мектеп болып келіп жатыр, басқа да жағдай болып келіп. Енді бұл жердегі көтеріліп отырған мәселе ұлттық қорынан түскен инвестициялық табыстың 50%, яғни таза мемлекеттің байлығының түскен табыстың 50% үлестіріліп отыр ғой. Егер ол бала алмаса, қазір 18-ден асып кетсе, енді ол кісінің балалары алады ғой. Балалары. Сондықтан бұған осылай кең көзқараспен қараған жөн деп ойлаймын. Енді өмірге адам баласы бәрін алам деп келмейді ғой. Ол біреуге кімге не бұйыратын біз өзіміз де білмейміз мысалы. Сондықтан әрекет жасаса болады деген нәрсе болады деген ойдамын мен өзім. Төмен ойдың түйіні болсын аға. Бағдарламаның болашағын сіз қалай көресіз? Енді елімізде тыныштық, заманымыз тыныш болса, бәрі де оңынан болады. Және де қазіргі біз жоспарлап отырған төлемдерден де жоғары мүмкіндіктер болады деген ойдамын. Уайым соған жетейік аға. Рахмет. Уақыт тауып біздің сұхбатқа келісім бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ең бастысы еліміздің ішін даудан, сыртын жаудан Алла сақтасын. Басымыз аман, бауырымыз бүтін. Жақсы күнде жолға берейік. Дұрыс айтасыз. Рахмет аға. Достар, осымен бүгінгі біздің сұхбатымыз тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.